Жалпы енді туған күн дегенде мен өзім бала кезімізде қатты тойламайтын едік. Мен өз басым туған күндер бұрын юбилейлер тойлайтын еді. Бір 50 жасқа толып отырған, 60 жасқа толып отырған. Қазір 1 жастан бастап тойлаймыз, бәрін тойлаймыз. 2 жаста тойлаймыз, 3 жаста тойлаймыз, 47 жаста тойлаймыз керек десең. Қазір барлығын тойлаймыз. Мен бала кезімізде біз туған күн тойлап отырғанбыз. Әсіресе баланың туған күнін тойлап отырғанын мен қатты көрмейтін едім. Біз өзіміз тіпті білмеймін, календар жоқ болды ма, білмеймін әйтеуір. Туған күнді ұмытып кететін едің ғой кезде. Кешкілікте шай ішіп отқанда әйтеуір мамамызға рахмет. Сол есіне түседі. Ей, бүгін қай күн еді? Үйте кешкі шай ішіп отырғанды кезде. Ей, бүгін 10 емес пе? Мә, бүгін Төкетайдың туған күні ғой дейді. Уж кеш болды, қалай қуанатынын білмейсің уж. Ана жерде бар ғой, обычно таңертең есіңе түсіп жатады ғой, жоқ қазір. Сондағы подарканың түрі ғой сол бағыттағы. Төкетайға 2 порция дейді. Бітті. Қазіргі балдар заказ беріп қояды алдын ала. Осыны алып бер мен туған күн. Қазір түнгі 12-ден бастап тойлайды ғой туған күнді. 12-ден. Бұрын біз ұйқыдан тұрғанда ғой. Қазірғылардың күні 12-ден бастап, түнгі 12-ден ұйықтамай жүреді ғой. Шынымен. Еще бәрі актер ғой, шетінен бар ғой. Ана үйдің ішінде біреудің туған күні болса, ол да как будто бір білмей жүрген адам секілді жүреді. Ана қалғандары да анаған білдірмей жүреді. Бірдеңелер тасып кешкі 12-ке дайындап жатыр ғой жаңа. Көрсетпей ананыққан. Көріп қойған жоқ. Анау біліп жүр туған күн иесі өзі. Как будто білмегенсің. Актер деймін бәріміз бар ғой. Мықты актеріміз ғой кәдімгі. Аналар да білдірмей өздері піш деп бірдеңе істеп кешкі 11-дің кезінде как будто ұмытып қалған адам сияқты. Дым істемей, білдірмей, телевизор қарап отырады біреу. Ана туған күн иесі жайлап қорқып қояды арасында жаңа 11-дің кезінде спальниларды қарап, мыналар ұйықтап қалған жоқ па деп қарап жаңа. Сағат 12-нің кезінде свет сөндіріп тортпен кетірганда жаңа Happy birthday to you деп кетірганда Құдай сақтасын. Актерский ойнап кетеді ғой. Не ожидал вообще. Мен вообще білген жоқпын. Бүгін нешесі деп кәдімгі бар ғой. Құдай ай, кәдімгі актер болып қаламыз ғой бәріміз. Аналар да дымы, кейбір жастар тортты бетіне жағып кәдімгі бар ғой. Сөйтіп ататын кездері болады. Қазіргі балдар кәдімгідей күннің санап, мен туған күніме 1 ай қалды деп санап жүреді. Біз вообще туған күнді білмейтін едік. Үйті туған күн жасағанда да бір кітаптың ортасына бір гүл қыстырып әкеліп тұратын. Қазірғылардың подаркалары күшті. Енді жалпы мен туған күнімді, алғашқы туған күнімді 25 жасқа келген кезде тойлаппын. Ең бірінші туған күн. Осы қалаға келгенімде, енді 2000 жылы мен шыны керек осы қалаға келіппін 20 жасымда. Қазір енді алдарыңызда сахнада жүргеніме де 20 жыл болып қалып, тіпті ойнап күліп жүргенде, тіпті 40-қа толғанымды да білмей қалыппын бар ғой. Мына ең бірінші туған күнім 25 жасымда өтті. Осы қалада, ол кезде мына агротехникалық университетінде 4-4 кішкентай жатақханадан бастадық. Бөлмеден алғаш келген уақытта барлығын сөйтіп бастадық қой. Мына адам өзі кішкентай бөлмеде тұрған сайын бір пейілі кең бола ма, қонақ шақыра бергін келеді. Мына үй үлкейген сайын бір пейілің тарылатын секілді бар ғой. Мына кейбір коттедж салып алатындардың өздері көп қонақ шақырып жатқан көрмейсіз. Қойшы сойды жинап жүреміз бе, қайта одан да бір бейіп залға отырғыза салайық дейміз да. Кейбір особняк салып алатындар бар. Былай 1 километр, былай 1 километр, айналасы охрана. Керек десең өз үйіне өзі кіре алмай жүреді, не то что қонақ шақырмақ түгіл. Анда кішкентай бөлмеде тұрсақ, қонақ бітпейді ғой, байқайсыздар ма? Сонда туған күн тойлап жатырмын деп бүкіл ауыл шақырып тұрып қой. Кәдімгі бір хан сарайында үйің бардай жаңағы. 25 адам шақырдық қой, келмейтін шығар деп ойладық қой, 1-2 адам келетін шығар, оралдікілер сондай ғой деп. Жоқ, сөйтсем 28 болып келіп тұр. Ана бөлмеге шешініп үйдің қасына бір кафе дайындап қойдық. Кафеге дайындалып, түнгі сағат 2-де барлығын үйге жібердім, барып жата беріңдер деп, мөлдір екеуміз енді ол кезде дым қалдырмайсың ғой столдың үстінде. Тарелкаға дейін сары пакетке салып алып, үйге келсек есік ашылмайды ғой. Есікке дейін жатыр ғой, былай қырымен жатып алғанда барлығы. Анам бүйтіп ашам ашылмайды. Иттер мөлдірді әзер кіргізіп жібердім. Деп есік жабылды резко. Одан кейін барып өзім әзер кірдім ана бөлмеге. Аяқтың ұшымен тұрып, қайда жатсам екен деп. Сөйтіп отырған кезде бір балкон бар. Білмеймін не мақсатпен салған, сол кезде 1 метр, былай 1 метр болды. Білмеймін, бір адам шығып таза ауа жұту үшін істеген ба, түсінбедім енді. Сол жерге жатуға тура келді ғой. 25 жас туған күн ғой алғашқы жаңағы. Сөйтіп не керек, бүктеліп сол жерге жаттым. Түс қайта бір сағат 1-дің кезінде ма, шу болып жатыр, шошып ояндым. Ойбай деген бірдеңе шошып кеттім бар ғой кәдімгі. Бір кезде шықтым да, не болды деп, біреуге бірдеңе болып қалған екен деп, маған қарап, саған не болды деп. Маған işte бар, сендерге не болды? Саған не болды деп. Сөйтсем, мына жағы қан ғой былай кәдімгі, полный. Шошып кеттім, үсті басым ұстап қарайын, вроде бәрі нормально. Сөйтіп қарасам, сөйтсем ана ауылдан келген біреу ала сөңкімен ет алып келген ғой.
соны балконға қойып қалған екен, ол күн шыққан еріген, ана жердің барлығы қан, мен соның үстінде ұйықтап жатыр екенмін. Көз алдарыңызға елестетіп көріңіз енді, представьте, ашып қалғанда қанның үстінде жатыр жаңағы. Соны жиналған сайын соны әңгіме қылып отырамын. Бұл 25 жасымда. Ал мына 40 жасқа толғанда да бір есте қалғаны бар осы қазан айында. Менің үшінші қызым Аяру, енді папасының қызы, жалпы өзім қызым, енді өзім қызым, бәрі бүкіл бала өзім балам ғой, енді Аллаға шүкір. Бірінші енді біз қазақта атасының баласы, екінші әжесінің баласы деп жатыр. Үшінші қызым менің папасының баласы. Арамыз бір күн. Сол қызым менің бір ай қалғаннан бастады ғой. Бір айдан кейін мен туған күнім. Қазір балдар сондай ғой. 29 күннен кейін туған күнім деп күнде санады. Обратный отчет кетті, бір олимпиада болайын жатқандай. И күнде айтатыны бір сөз: папа маған мысық алып берші деп. Не істейсің ол мысықты? Бәрінде мысық бар біздің сыныпта. Маған мысық берші. Еще ақ деді, ақ мысық. Ойыншық па жоқ, живой. Күнде айт. Сол туған күні келген кезде алсақ алып берейікші, бір ай қақсады. Шошқа емес қой, енді әйтеуір мысық қой құрсын. Біздің үйде де мысық болған енді деп. Сөйтіп не керек? Мысық жаңағы. Қайдан аласың? Қалада, ауылда жақсы еді ғой, бәленшен мысық туып етіп алып келесің ғой. Сөйтсем жаңағы объявлениемен қарасам, Светлана Сергеевна деген кісіге хабарластым. Өзі мысық ит сататындар сондай фамилиялар ғой жалпы енді. Айгүл Батырғалиева деген мысық сатып жатыр дегенді естіген жоқпын енді бар ғой. Енді сатса енді бір соғым сататын шығар енді, именно бірақ мысық ит сатып жатырған көрген жоқпын. Сөйтіп юбилейныйдың артында екен, Победан бойында, өзі жалпы ит мысық ұстайтындар сол юбилейный мирада қалып қойды өзі негізі. Целиноградтың бойынан енді, левый берік жақтарда мысық ит асырап отырғандарды көрген жоқпын енді қатты. Сөйтіп үйіне келдік, объявление бойынша адам өзі немен айналысады, соған ұқсайды екен. Жоқ, расымен бар ғой. Үйіне келдік та жаңа қоңырау бастық қой. Тың-тың деп еді. Ан жақтан дауыс шықты ғой. Кто там? Адам сөйлеп отыр ма, мысық сөйлеп отыр ма? Это мы по объявлению пришли. Сейчас. Есік ашылып еді, Құдай сақтасын. Таза бір мысық тұр ғой. Құйрығы жоқ демесең, кәдімгі бітіп қалған қана. Что хотели? Ну, мы котенка хотели, вы же по объявлению звоним деп. Сонда сұрағын қарасаңыз. Порода какая деді. Мен вообще мысықтың породасын білмейді екен бар ғой. Біз вообще қазақ мысықтың породасын білмейміз ғой. Біз ақ мысық, қара мысық, ала мысық бітті ғой. Ол породасын қайдан білейік? Сосын айттым, белый дедім, белый. Ну понятно, порода. Ну белый есть, все нам дедім. Порода не надо, нам главное белый кошки есть. Ну порода, белый дайте, можно посмотреть дедім. Ладно, проходите. Кәм жүрісіне дейін мысық болып кеткен ғой кәдімгі. Мен бірінші рет андай мысықтың түр-түрін көрдім ғой, өмірімде бірінші рет. Мысықтың да түр-түрі бар екен ғой, қырқылған мысық, жүні салбыраған мысық керек, кішкентай керек па, ұзыны керек па, біздің ауылдағы мысықтар күштеді ғой деймін де башы. Ана мысықтар дегендері бар ғой, кәдімгі бар ғой. Сөйтсем мысық акасы үйдің жануары екен ғой. Біз ауылда білесің ғой, мысықтар деген вообще кешкілікті ұйықтардан қолмен де ұстамайсың ғой, байғұс есікті ашасың аяғымен деп шығып кететін жаңағы. Еще үйге біреу кіріп кетсе айтамыз, мысық кіріп кетесің, қараңдар дұрыстап деп. Мысықпен алысып жүретін біз. Бізде ауылда мысықта тек бірақ қана міндет қой, тышқан аулау бітті, одан басқа жаңағы мысық асырап, оны сипап отырған адам көрмейсің ғой. Ана мысықтар деген кәдімгідей адам менсінбейді еще. Тура көзіңе қарап, біздікілер бүйтіп қарап қалсаң зыр-зыр секіріп кетеді ғой. Аналарың бүйтіп жатыр. Соның ішінде әппақ одеял, әппақ простинаның үстінде бір әппақ мысық жатыр ғой. Көргеннен қорықтым ғой сол мысықты. Өйткені ана астындағы бар ғой, төсегі менің үйдегі төсегімден артық бар ғой. Қызым тұрды да, осы мысықты аламын деді. Кішкентай бір котенок такой. Все, будем брать, покупать деді. Бір қойдың бағасымен бірдей өзі. Сосын ана Светлана тұрып айтты, подождите деді. А что случилось? Вы должны покупать домик деді. Айттым, домик бар енді, біз қайда тұрамыз, сонда тұрады ғой енді. Мысық деген сонда емес пе? Нет, это шотландская порода. Домик должно быть. Хорошо дедім. Өзі домик, бір попугайдың үйі сияқты, бойы ұзындау екен, биік. Хорошо деді. Подождите деді. Не оқып қалды? Тасы бар екен, бір тырнағын тырнайтын. Камень должны покупать. Хорошо деді. Подождите деді. Не ол тағы деді. Бір ойыншығы бар екен, соны алыңдар. Хорошо деді. Подожди, тұра түшті деді мен. Құрсын мысық емес, бір келін алып атырғандай болдық қой. Дүниясымен кәдімгі. Болды, беріңдер все болды деп жаңа. Сөйтіп ана мысықты үйге алып келдік. Әкеліп қойдық. 2 күннен кейін ана Светлана звондап тұр. Прививкіге апарыңдар дейді. Какой прививку? Прививка? Мен бізде мысықты прививка апарам ба разве?
Нет, обязательно прививка деп. Адресін айтты, Иманованың бойында екен. Ладно дей салдым, біз баланы уақытында прививка апармайсың, мысықты апарасың ба? Сөйтіп арада 15 күн өтті. 15 күннен кейін қарасам, ана мысығым бүйтіп кетіп барады кәдімгі. Настроение жоқ, талып бүйтіп. Шошып кеттік. Светланаға звондадым. Что-то эта кошка вообще без настроения, что-то. В смысле, дейді? Ну, как-то так вот. Что, дейді? Ну, он что-то вялый такой. Ногу вот так дергает, что-то. Вы прививку сделали? Нет, деген. Вы что? Деп айқайлап жүрді ғой. Ладно, дедім. Мөлдірге айттым, прививкаға апарып келші дедім. Мен сөйтсем, 5 баланың біреуін прививкаға апармаппын бір. Сол наказание ма деп ойладым сол. Сол мысықты апар енді прививкаға деген секілді. 5 балаңды прививка апар, сол мысықтасып жүрген өзің апар деді ғой. Аяп кеттім, ана мысықты бар ғой. Алдында қойныма салып алдым, куртканың. Ешкім көріп қоймасын құрсын. Тұрсынбек 40-қа толғанда ал жейін деген бе деп жаңағы. Ит мысық ұстап жүретіндер бар ғой, қалада бір. Сөйтінде адрес бойынша барсам, мәссаған, ит мысық ұстайтындар көп екен ғой бізде. Еще анау-мынау адамдар ұстамайды екен. Кәдімгі сөйлесіп отырғандары, прям такой. Ой, какой кот-то у вас. Какой красивый такой. Будем. Сладкий, пушистый такой. Кілең сондайлар отыр. Мен нағып отырым ішінде тақ қоям жаным. Менің мысығым қойнымда. Қой құрсын шығарайын қазір. Кілең жануар жақсы көретіндер ғой. Біреу айқайлап жүреді. Неге қолтаңа тығып алғансың деп. Аналар кәм контейнермен сөйтіп отыр ғой. Мен алдында аккуратным ешкімге көрсетпей ана мысықты қолтығымнан алып өмір бақи бір мысық жақсы көретін адам құсап. Ана байғұсты тіземе қойып сипап отырдым қойып жаңағы. До того мысықтың өзі қарады ғой маған бүйтіп. Таң қалғаннан не болды саған деген секілді. Сөйтіп отырғанда кезек маған келді. Бірінші рет өмірімде мысық қарайтын врачқа кірдім ғой. Таң қалғанымды айтайын. Тек кіріп келіп едім. Анандай врачты өмірімде бірінші рет көрдім. Ой, кто нам пришел? Кто нам пришел? Какие глазки, ушки какие, такой сладкий. Заболели, да? Заболели, да? Заболели. Как зовут? Как зовут? Как зовут? Айттым, Тұрсынбек деп. Мен танып тұрған шығар деп ойлап тұрмын ғой, қайдан білем? Танып айтып жатыр ма деп жаңағы. Сөйтсем, Тұрсынбек деп мысыққа қарай кетіп баратыр. Мен айтам, я Тұрсынбек. Ол Барби ол. Сөйтіп отқанда жаңа аптекаға барып келдік, бір дәрі жазып берді. Бірінші рет врачтың жазуын түсіндім ғой. Ана мысық ит қарайтындардың жазулары түсінікті болады екен. Сосын аптекаға бардым да беріп едім. Қаратты дәрілерді сұрасы. Түк бере салды. Таңғалып қалдым бар ғой. Біздің аптекаларда деймін да. Білмеймін, мен басымда солай ма, сіздерде бола ма? Қолына қағаз берсең, не түсінбейсің ғой, не жазып берген, бересің. Өздері түсінеді бір-бірін. Так, парацеталин. Так, парацеталин нету, почти такой же есть марацеталин, да. Там марацеталин. Так, цитратин нету, цитратин. Ну, почти такой же есть, муркратин есть, да, вот. А точно сондай ма? Почти такой же, да, нет разницы, да. Так, сикаретин нету, есть микаретин дейді. Сосын көшеден біреу сұрайды, жазылдың ба десе, почти жазылдым деп жүре бересің де жаңа. Өйткені почти сондай дәрімен емделгеннен кейін уже почти жазылдым деп жүресің. Сіздердің де бастарың сондай болады. Жалғыз мен де ме десем. Сөйтіп ана мысықты не керек? Үйге алып келдік. Ана мысық деген анау-мынау мысық емес екен құрсын. Кәдімгі бар ғой, анау-мынау тамақ жемейді. Өзінің тамағын ғана жейді. Анандай бізде анандай, біздің мысықтар күшті ғой бүйтіп. Столдың астында жүрді, бірдеңе түсіп кетсе екен деп жаңа. Анау вообще дастарханға жақындамайды бар ғой. Вообще біздің мысықтар күшті ғой, соғым бірдеңе соятсаң без, анау-мынау лақтып жасаң бітті ғой, сонымен той ғой оларға. Анау вообще алдына бір жуынды, нан қалып қойған столдың үстіне бір вообще өзінің тамағы, өзінің сүті. Мөлдірге айтамын ғой, мына мысық саған қарағанда жақсы деймін да. Сен столдың үстіне не қалса бәрін жеп қоясың ғой деймін да жаңа. Бізде әйелдер сондай ғой, первый қалса первый жеп қояды, анан қалса анан жеп қояды, қалған бауырсақ, банан, сосын жүреді ғой, диета ұстау керек еді деп жаңағыдай. Мысық, еще паспорты бар кәдімгі бар ғой. Еще кәдімгі аталары қандай болған, жеті атасына дейін жазылып тұр. Қызыма айттым, құрсымнан біз өлтіріп алармыз бір күні. Мынау анандай мысық емес, өз күнін өзі көріп жүретін біздікіндей. Мынау что-то необычный. Өлтіріп алып ертең мысық жерлейтін жер іздеп жүрерміз. Ана Светланаға қайтарып берейік өзіне құрсын, тегін алып кетсін деп жаңа. Звондасам,
қызын қайтарып беріп жатырғандай жаны шығып кетті ғой. Вы что? Мама только отвык. Деп ана шешесі жүрегі ауырады дейді, құрсын мысықта да жүрек бар ма деп қалдым мен. Сосын ладно дедім да, объявлениеға жазып жіберейін деп. Сөйтсем отдам хорошие руки деген объявление толып тұр екен. Мен сияқты бір қазақтар ма деп ойладым, алып сата алмай жүрген. Сөйтіп жазып жіберді, фотосын салып жібердім, түрі әдемі енді бүйтіп қалған. 2 күннен кейін кәдімгідей бір әйел кішкентай баласымен келіп тұр. Мы вот вы, да, продаете? Не продаем, мы просто хотели отдать. А, деп ана мысықты көрді де баласы ғашық болып қалды. О, осыны алам деді. Мен айттым, подождите дедім. Вы должны взять домик деп жаңағы. Тас итін мысық ойыншығымен қайтарып жіберген ғой жаңағы. Сөйтіп құтыла салғам. Бұл енді менің 40 жасқа дейінгі қызықты болған оқиғаларым, арманым ғой жаңа. 50-ге толып, 50 жаста болған осындай қызықты оқиғаларымды айтып тұру, бұл менің бір арманым. Аман болыңыздар, рахмет!